Assalamualaikum. Uşaq katnaşıcıları. Bugün tanışasıdan maksat bu Agrobank'te hazırgi kunde berip atıran kreditler boyunca birincisi bizneske birinchi qadam degan 5 million kreditimiz var. Bir yılga 25%'den 5 million so'mga chegim beriladi. Жұмыссызларға beriladi. O'zini-o'zi bandligim bo'lishi kerak. Bu ko'pincha yo'q. Eğer alım жұмыста істеген болса, кемінде 2 ай алым жұмыстан шыққан болу керек. Және бұдан басқа екінші кредит бизнеске көмек деген. Оның максималды суммасы 17 миллион сомға жеткен да. Оның мүддеті бірақ 4 жылға, 6 ай өкінді өмірі бар. Оған я кепіл, я сығырта болады да. Олан жаңағы жұмыссыз болу керек, өзіңіз банклеген болу керек. Одан кейінсе мақалда лайфасы деген. Максимальный суммасы 20 миллион сомға шекен берілді. Кредиттің мүддеті 5 жылға дейін, бұл өтіне доғыры 2 жыл. Оныңан пайызы 25%. Олам жұмыссыз болу керек, өзін-өз банклеген болу керек. Олам тек кепілмен шығады, соғыртамен шығады. Және юридический клиенттерге 312 қарар бойынша 100 миллион сомға шекен кредит берілді. Кемінде бір жыл істеп тұрған фирмаларға беріледі. Артында кредит болмау керек. Кредит тарихы таза болу керек. Оған бірақ залог есеп сұралмайды. Кімде сұралар түсінбеген? 30 миллион шаг малға берілген кредитіне бар ма? Ондай жеңілдетілген кредит біздерде жоқ та. Bizlerde tek banktың hesabından verilетін жаңа 25% максималды 20 миллион сомға шекен беріледі. Бұл баяғы 33 миллион дегенде 20 миллион 2 жылға дейін. Бұл көппен 2 жылға дейін. Общий мүддеті 5 жылда. 25%. Неше кепілмен алынады? Максималды 2 кепіл, болмаса бір кепілдің айлығы жетсе бір кепілді. Айлығын есаплап, кепілдің айлығын есаплап, сол қанша сумма алатынын айтамыз. Енді сол 5 жылға деп жатырмын, 20 миллион деп сол 20 миллион емес, мысалы керегімізді алсақ болады, 20 миллион, 25 миллион, 30 миллион деп. Жоғарғы суммасы 20 миллионға шекен. 20 миллион сомға шекен. Не істеуіңіз келіп шығыпты? Шаруашылықпен шұғылданасыз ба, істеп шығару ма? Содан келіп шығыпты. Мақалле біздерде 5 мақаллеге 2 мақалле банкері бекітілген. Солар үйреніп шығады, тапсырма береді. Соның не шығарады? Сөйтіп, олар және Агробанкке бекітілген мақалелер бар да. Ақтерек, Дарсан, Құтанкөл, Табыркөл, Өлгелі мақале. Тек сол 5 мақаленің адамдары болу керек та. Біздерден шығу үшін. Общий районда 13 мақале болса, соның 5 мақалесін де біздерге беріп кетті да. Тек сол 5 мақаленің адамдарына кредит шығады. Бағаның жұмы қапаға жағы? Районға 13 мақалені банкілер бөліп көпті өз. Мысалы, Нацбанкке 4 мақале, Туранбанкке 3 мақале, біздерге 5 мақале бар. 13 қой. Халықбанк, Туранбанк, Нацбанк, Агробанк, 4 банк осы районға бөліп беріп кетті. Соның қамбағалықтан шығаруымыз керек. Роужандық. Пластикізіп береді ғой? Біздерде 5 миллионлық, 17 миллионлық, 20 миллионлық бәрін пластик есап береді. Жаңағы 17 миллионлық деген сол мақале алынама болады? Үшеуі де. 17 миллионлық 4 жылға беріледі, 20 миллионлық 5 жылға беріледі. 112 қарар бойынша 100 миллион деген ол неге қарамайды, ала береді. Бірақ бір жыл оборот болған болу керек, істеп тұрған фирмаға береді. Фермерскийдің атына болады ма? Фермерский болса болады, не имтияз кредиті жоқ. Істеп оборот тұттық дейді. Немен шұғылданады? Малға да. Шаруа. Неше миллион да көп болады. Білмейміз енді, соны ойласып жатырмыз да, қайсы кредит сол? Бұл 312 қарар болса 20%-тен беріледі. Несі бар ма? Логотың өзіңізге қолайлы туырлап болады. Кредиттің мүддеті общий 76 ай болады. Соның максимум
максимальный 28 айга чейин логотен сатып турат. Болмаса билесеңиз 12 ай, билесеңиз одан ham аз. Көп ай логотен кылмайман десеңиз, логотен ай аз болгон сайын айына төлөйтүн суммаңыз азгантуу боло берет да. Жаңағыдай шаруашылык боюнча болсо, жаңағыдай Mahalleden alamaydı. Onu общий Общий. summadan ayıplanıp tekrar olur mu? Сол айдың төлемінен ақша төлесеңіз, үстіндегісі Aslanlı'yla getirdim. астыңғы сумманы қайтарып береді.